Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Бүгінгі шебер сыныпқа қош келдіңіздер. Біз бүгінгі шебер сыныпта STEM оқыту біріктірілген тәсілімен шығармашылық жұмыстарды ұйымдастыруды қарастырамыз. Шебер сыныптың міндеті STEM оқытудың 4 компоненттік интеграторын практикалық жұмыстарда қолдану, инновациялық идеялар мен білімді күнделікті өмірде пайдалану, белсенді қарым-қатынас құру, креативті жаңашыл көзқарас қалыптастыру. STEM оқытудың тәсілдерін сабаққа енгізудің шығармашылық жолын көрсету. Бүгінгі біздің шебер сыныбымыздың мақсаты әлемдік білім беру жүйесінің жаңа трендтерін STEM оқыту арқылы жүргізу тәсілдерін көрсету. Яғни бүгінгі шебер сыныптан күтілетін нәтиже шебер сыныпқа қатысушылардың өмірлік және кәсіби перспективаларын дамытып, сенімділік, өзгеріс, табыс ұстанымына қол жеткізу. STEM білім берудің үздік ерекшеліктерін педагогикалық құзыреттілікті қалыптастырудың жолы ретінде қажетті дағдыға айналдыру. Демонстрациялаған іс-әрекет арқылы оқытудың негізгі аспектілерін жаңаша ұйымдастырудың тәсілдерін меңгеру. Ал ендеше, құрметті әріптестер, бүгінгі шебер сыныбымыздың бірінші интеграторына көшейік. Сіздерге сұрақ, еңбек нарығын қалай өзгертуге болады? Еңбек нарығын бәсекелестік арқылы өзгертуге болады деп ойлаймын. Жастарға көптеген жұмыс орындарына ашу керек, үкімет тарапынан қолдау қажет деп ойлаймын. STEM дағдыларын меңгермегендіктен ағымда бос жұмыс орындар кездеседі. Неліктен деп ойлайсыздар? Қазіргі уақытта әлемде 4-ші технологиялық революция болып жатқандықтан, ғылым, математика, технология және инженерия сияқты басты академиялық салалар STEM технологиясы болып, жаңа технология ретінде еніп жатыр. Барлық болашақ мамандардың бойында STEM біріктірілген тәсілдер дағдылары болу керек деп ойлаймын. Сол кезде біздің елімізде бос жұмыс орындары болмайды. Барлық жұмыс орындары STEM дағдыларын меңгерген мамандарды қажет етеді. Бүгінгі шебер сыныпта STEM дағдыларын меңгерген болашақ мамандарды сапалы оқытудың жолдарын анықтаймыз. Себебі сапалы білім алған студент STEM дағдыларын меңгерген маман. STEM оқыту арқылы студенттерде қалыптасатын дағдылар ғылыми сауаттылығы дамиды, мәселені шешеді, сыни тұрғыда ойлайды, топта жұмыс жасай алады, цифрлық сауаттылық қалыптасады, шығармашылық болады. Ендеше, құрметті әріптестер, келесі интеграторымызға көшейік. Макро әлем және STEM. Оқу процесіндегі STEM және педагогика. Бүгін біз сіздермен шебер сыныпта ғылыми сауаттылықты дамытуға арналған тапсырма орындаймыз. Мен сіздерге 5 үлкен картоптан жасалған тағамға тапсырыс беруді ұсынамын. Ал енді келесі жолы 2 есе кіші картоптан жасалған тағамға тапсырыс берейік. Енді бұл картоптарды барлығы неше шағын картоп деп есептейсіздер жауабын? Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Егер де математикалық тұрғыдан алатын болсақ, онда бір картоптың өзін біз бір көлем деп қарастырамыз. Яғни көлем ол үш өлшемнің көбейтіндісіне тең, әр өлшемді 2-ге бөлетін болсақ, онда біз картопты, бір картоптың өзін 8-ге бөлуіміз керек. 8-ді 5 картопқа көбейтетін болсақ, 40 картоп шығады. Яғни күнделікті мөлшерде тағам жасау үшін 40 шағын картопты аламыз деп есептейміз. Жақсы, рахмет, өте дұрыс таптыңыз. Жауабыңыз өте жақсы. Әріптестер, қазіргі уақытта PISA тапсырмаларын қолдану қажеттілігі туындап отыр. Сабақтарыңызда берілетін білімді, ғылыми, дамытушылық, эмоционалдық аспектілерді орындауға мақсат қойсаңыздар, студенттердің пәнге деген қызығушылығын оята отырып, тапсырманы түрлендіріп, ұсынған орындау тәсілдерін пәнге бейімдеу арқылы ғылыми сауаттылықты дамытуға болады. Енді осындай тапсырманы мектепке дейінгі педагогика пәнінде қарастырып көрейік. Мысалы, мен сіздерге қазір суреттер бердім. Осы суреттерден не көріп отырсыздар? Қандай суреттерді көріп отырсыздар? Ойнап жүрген балалар, ойынның түрлері сияқты, менің ойымша. Ойын түрлері. Ойындар сияқты. Отырсыздар.
мына жерде шарттық шекті ретімен орналастыру ойнап отырған конструктор ойнап отырған бала одан кейін барып бақша көкөніспен яғни еңбек тышқандардың еңбектену әдісі. Жақсы. Тағы қандай ойын түрлері көріп тұрсыздар? Сәлеметсіз бе? Ретімен орналастыру. Бұл жерде құрылыс ойындарын, және қимыл қозғалыс ойындарын, және дидактикалық ойындарды көріп тұрмыз. Енді сіздерге тапсырма. Осы берілген ойындардың мақсат міндеттерін анықтап, және олардың шартын құрастыруды сұраймын. Құрметті әріптестер, жаңағы берілген ойын түрлеріне байланысты мақсат міндеттерін және шартын құрастырамыз. Дайын болсаңыздар. Әріптестер, дайын болдық па? Жақсы, уақыт болып қалды. Ондай болса, әріптестер, ойын түрлері бойынша ойынның мақсат міндеттерін және шартын айтып өтсек. Меруерт Молдахметқызы. Қимыл қозғалыс арқылы зерттелген нәтижеге жету деп қойсақ. Жақсы, дұрыс. Тағы да алып қосарларыңыз бар ма? Бізде бұл жерде қимыл қозғалыс ойындары, құрылыс ойындары және дидактикалық ойындар. Осы ойындарды біз мектепке дейінгі педагогикада және өзіміз балабақшада студенттер тәжірибеге барғанда қандай мақсатпен ойын түрлерін ұйымдастыруды ұсынамыз? Дидактикалық ойындар баланың ақыл ойын дамытады. Ақыл ойын дамытады, зейінін арттырады. Өте дұрыс. Сондықтан да оны ылғи ұйымдастырған оқу қызметі үстінде пайдалануға болады. Сабақтың басында, ортасында немесе сабақты бекіту барысында ұйымдастырылған оқу қызметтерін пайдалануына алады. Жақсы, өте дұрыс. Біз мектепке дейінгі баланың негізгі іс-әрекеті ойын деп, яғни балабақшада ойын түрлері әр ұйымдастырылған оқу іс-әрекетіне кіріктіріледі. Тағы да әріптестер, белсене атсалысамыз. Меруерт Молдахметовна, енді мына білім және ғылым министрі Асқар Аймағамбетовтің өзі қазіргі кезде осы мектепке дейінгі мекемелерде де жалпы осы кейінгі мамандарға да сондай талап қойылады. Ойын және коммуникация қалады. Сонда ойын арқылы коммуникативтік қасиеттердің бәрі, коммуникация өте жақсы дамиды деп ойлаймын. Сол себептен де сіз бүгін осы оқу процесінде STEM-ді қолдануда, егер де біз жаңағы дидактикалық ойындарды қолданатын болсақ, дидактикалық ойындар оқыту, яғни жас ерекшелікке қарай коммуникация жасауды үйретеміз. Өте жақсы, рахмет. Тағы да алып қосарларыңыз бар ма? Бізде құрылыс ойындары. Құрылыс ойындарының мақсатын айтып өтеміз бе, әріптестер? Бала құрылыс ойынын ойнай отырып, мамандықпен танысады, құрылысшылардың еңбегімен танысады. Еңбекке үйретеміз. Қарапайым еңбек дағдыларын қалыптастырады, содан кейін барып, болашақ өзінің мамандығының алғашқы фундаменті дейміз ғой, соны жобалайды. Проект жасай алады осы құрылыс ойында. Жақсы. Және баланы шығармашылық ойлауға
креативті ойлау қабілетін дамытады құрылыс ойындары. Кеңістіктегі. Бізде тағы да қимыл қозғалыс Кеңістікті бадана. әріптестер, Қимыл қозғалыс ойындары баланы ептілікке, шыдамдылыққа, тәртіптілікке қимыл қозғалыс ойындары серуенде, ұйымдастырған оқу қызметінің үстінде де ұйымдастыруға болады. Енді балалардың ең жақсы көретін ойындарының бірі осы қимыл қозғалыс ойындары. Мектепке дейінгі баланың қимыл қозғалысы, жаңағы үнемі олар қимыл қозғалыста болғандықтан, серуен уақытында көбірек ойнатылады деп есептейміз. Рахмет әріптестер. Меруерт Молдахметовна, бір нәрсе қосып жіберсем бола ма? Осы қимыл қозғалыс ойындарында менің ойымша сіз осы STEM технологиясы бойынша мына балалар қимыл қозғалыс жасағанда әрбір іс-әрекетті бірінен кейін бірін алгоритмділік, бірізділікпен орындау керек. Сол кезде балалардың жаңағы арифметикалық түсініктер бойынша алғашқы білімдері қалыптасады да, ал мына құрылыс ойындарында осы STEM оқытуға байланысты конструктивті ойлау дағдылары берілетін сияқты. Жақсы, рахмет. Ал ендеше, құрметті әріптестер, біз келесі интеграторымызға көшейік. Сыни ойлау тұрғыдан креативті оқытудың оңтайлы тәсілдерін өмірге алып келеді. Креатив адамның оң жақ және сол жақ ми сыңарлары белгілі бір функцияларды атқарады. Оң жақ ми сыңарлары функциясына креативті ойлау жатады. Бірақ біз сіздермен практикалық тапсырма орындай отырып, креативті ойлау дағдысын жетілдіреміз. Қазір сіздерге видео беріледі. Видеода сөздер тізбегі ұсынылады. Біз сөздер тізбегін оқымаймыз, тек қана берілген сөздерді түс бойынша атап өтеміз. Яғни бұл жерде жаңағы бастаймыз. Сары, қызыл. Өздеріңіз дауыстарыңызды қосып. Ақ, қызыл, сары. Жасыл, көк, ақ, Қоңыр қызыл. қара, Күлгін. Қара. Жасыл көк. қызыл, қара, күлгін, ақ, Күлгін жасыл. Әріптестер, біз өзіміздің креативті ойлау дағдыларын жетілдіріп алдық. Ендеше келесі біз океанариумға саяхат жасайық. Құрметті әріптестер, біз океанариумға саяхат жасап келдік. Енді осы океанариумда жаңа өздеріңіз көргендей, теңіз мекендеушілері балықтар, маржан тастар, сүтқоректілер және теңіздегі балдырларды көрдік. Сіздер өздеріңіздің осы мекендеушілердің ішінде қайсысын таңдар едіңіздер? Маржан тасты. Маржан тас. Балдырлар. Балықты таңдайтын едім. Әдемі гүлдер болды. Дельфинді таңдайтын едім. Дельфин таңдайтын едім мен. Мен де дельфинді таңдайтын едім. Маржан тас. Апай дельфин. Жақсы. Неліктен балықты таңдадыңыздар? Бізде бірнеше әріптесіміз балықты таңдапты. Мен балықты таңдаған себебім жұлдызнама бойынша балықпын. Сол себепті таңдадым. Сіз өзіңіздің жұлдызнамаңыз бойынша таңдадыңыз. Яғни балық сізге ұнайды. Тағы да
Бізде маржанды таңдаған әріптестеріміз Өйткені маржан тас это көлдің түбінен алынады да, оны оңайшылықпен алмайды. Сол үшін маржанның теңіздің түбінде оңайшылықпен алынбайтын маржан тас. Және де өзінің сиқырлығымен ерекшеленетін сияқты меніңше. Әдемі, сұлу, жақсы. Иә. Тағы да бізде кімдер маржан тасты таңдады? Әріптестер. Мен айтсам бола ма, мен балдырды таңдаған себебім судың астында сондай өзінің түсін сақтап қалып, сол теңіздің астында бір әдемілік беріп тұрған ерекше шөп, сол себепті балдырды таңдадым. Жақсы. Ал мен айтсам өз пікірімді айта кетсем, дельфинді таңдағаным, ол дельфин адамға дос әрқашанда, ең жақын адамға сенімді дос ретінде осы дельфинді таңдап отырмын. Жақсы, рахмет. Ендеше интерпретацияға кезек берейік. Балықтарды таңдаған бізде өмірлік ұстанымдары мен сенемін, кез келген жағдайдан тез шығатын, қорқыныш деңгейі басым, шешім қабылдауда көп ойланатын, қателесу қаупі аз адамдар жатады екен. Маржан тастарды таңдаған адамдарда әдемілікке ұмтылады, сапаға ерекше көңіл бөледі, бағалы пікірлерді құптайды, алайда өз мақсаттарына қол жеткізу көптеген қиындықтарға алып келеді екен. Енді маржан тастарды теңіздің түбінен ала қою оңай болмайды. Балдырлар. Бізде балдырларды таңдаған әріптестеріміз ерекше көзқарасқа ие, жұмсақ, икемді дағдыларға ие, мақсатқа жету жолында кедергілерді бірақ өздері туындатады екен. Ал сүтқоректілер кез келген ортаны билейтіндер. Коммуникативті қарым-қатынастары өте мықты, жылдамдықты ұнатады, өз позицияларында нық тұрады. Көбінесе үлгі бола алады екен. Құрметті әріптестер, біз мінекей океанариумға саяхат жасап қайттық. Жаңағы енді біздің бүгінгі менің шебер сыныбыма қатысып ат салысқандарыңызға көп-көп рахмет. Ендеше сіздерге ссылка жіберілді. Падлет тақтасы бойынша бүгінгі шопинг әдісімен шебер сыныпқа кері байланыс берсеңіздер. Және осы жерде қатысып отырған әріптестерім, өз ойларыңызды шебер сынып бойынша менің ойымша сөз тіркестерін жалғастыру арқылы шебер сыныпқа кері байланыс айтып жерсек. Падлет тақтасының сілтемесін жібересіз ба, кешіріңіз? Жазира Нұртазақызы сізге жіберіп қойған жаңағы барлық. Жазира Нұртазақызы сізге жіберіп қойдық. Менде де шықпай тұр. Менде де шықпай тұр. Жоқ, келмеді. Қазір қатысып отырған сіздерге қалай жібере аласыз? Әріптестер, Ашты. Бүгінгі шебер сынып бойынша чатқа жіберіп қойдық. Я шықты чатқа. Бәрі керемет, маған өте ұнады. Мастер-класс өте өтті, жақсы өтті. Чатқа жіберіп қойдық әріптестер. Бүгінгі шебер класс бойынша
Жақсы әріптестер, бүгінгі шебер сынып бойынша негізгі түйген ойларыңызды атап өтетіндеріңіз бар ма? Құрметті әріптестер, құрметті Меруерт Молдахметқызы, бүгінгі STEM технологиясын педагогикамен өте жақсы байланыстырып астастыра білдіңіз. Және сонымен қатар STEM технологиясы бойынша мектепке дейінгі оқыту және тәрбие беру бөліміндегі студенттерге ойынның түрлерін меңгертуге таптырмас құрал болып табылатындығын байқадым. Сабақта осы шебер сыныпқа жан-жақты кең тұрғыда дайындалғандығыңыз байқалды. Шебер сыныпта көптеген деректерді интерпретация жасау және сонымен басқа қазіргі кезде педагогикалық мамандықта кездесетін жаңа терминология, жаңа сөздіктермен таныс болдым. Сіз және осы сөздіктерді өте жақсы практикамен байланыс жасай отырып, тыңдаушыларға өте жақсы бере алдыңыз. Сізге үлкен рахмет шебер сыныпқа. Еңбегіңізге табыс тілеймін, шығармашылығыңыз өсе берсін, өркендей берсін. Рахмет. Рахмет сізге көп. Әріптестер. Меруерт Молдахметқызы, мен даусым естіліп тұр ма сіздерге? Тағы да қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгін Меруерт Молдахметқызының шебер сыныбын тамашалап отырмыз. Өте жақсы, тамаша өтті деймін. Ешкімнің ішін пыстырмайтын және көптеген жаңашылдықтармен таныс болдыңыздар деп ойлаймын. Бір жағынан түсінуге де ыңғайлы, қолдануға да ыңғайлы және тек қана бір ғана тақырыптың көлемінде емес, бірнеше өзі аты да айтып тұр ғой, STEM деп, яғни жаратылыстану, технология, инженерия, математика ғылымдарының негізінде бір тапсырманы орындаудың бірнеше жолдарын көрсетіп өтті. Көптен көп рахмет сізге. Ойлаймын, жаңағыдай тек қана оған ғана тоқталмай, жаңағыдай креативті ойлау туралы да айтып кетіп отырсыз ғой. Өте жақсы деп ойлаймын, себебі қазіргі таңда біз функционалдық сауаттылық негізінде білім алушылардың ойлау қабілетін дамытуға көптеген әдіс тәсілдерді қолданып жүрміз ғой. Міне бүгінгі шебер сынып соның бір дәлелі, яғни күнделікті сабақта қолданып жүрген әдіс тәсілдерінің дәл бүгінгі күннің талабына негізделгендігін көріп отырмыз деп ойлаймын. Көптен көп рахмет, Меруерт Молдахметқызы. Рахмет сізге. Бұл жұмыстарыңыздың барлығын оқытушыларға бересіз деп ойлаймын. Меруерт Молдахметовна, бүгінгі мастер-классыңыз үшін көптен көп рахмет. Мен оқытушы ретінде айтар едім, егер де біз әрбір сабағымызды осындай комфорттық аймақта және де студенттерге қолжетімділік, білімнің қолжетімділігін ұйымдастыра алатын дәрежеде өткізсек, міндетті түрде сапалы білім беруге қол жеткізеді екенбіз. Сіз көрсеткен әдістерді кез келген пәнге лайықтауға болады да, ішінде креативті ойлау да, алгоритмдар жүйесі де, және де функционалдық сауаттылықты дамытуға да. Сосын қазір кейінгі кезде айтылып жүр ғой, енді білім алушылардың білім деңгейлерінің мониторингін мына жалпы пәндерден ғана емес, арнайы пәндерден анықтауға да мүмкіндік беретін сияқты. Сондықтан еңбегіңіз жансын, рахмет сізге. Рахмет сіздерге. Жақсы, тағы да алып қосарларыңыз бар ма, құрметті әріптестер? Жақсы, рахмет. Бүгінгі шебер сыныпқа атсалысыңызға көп рахмет. Жақсы, сау болыңыздар. Жақсы, Рахмет, көп сізге. Үлкен рахмет. Сау болыңыздар.